Assalamu alaikum құрметті бауырлар. Келе жатыр оразаның соңғы 10 күндігінің ішінде жұп күн тақ күндер деп айтылады. Енді кейбір кезде тақ болса, кейбір кезде жұпқа түсіп қалуы да мүмкін біздің жағдайымызға байланысты. Сондықтан бұл түндері қадір түні, тағдыр түні, тағдыр түнін енді қаттырақ күтуге тырысу керек. Bir адамның тағдыры шығып жатса, ол ұйықтап жатпайды. Құдай сақтасын, біреуді өссе сотқа барса, оның үкімі шығып жатқанда ол ұйықтамайды ғой. Тура сол сияқты ал енді 1 жылдық өмір жазылады кем дегенде. Сол үшін мен хоримаха кімде-кім қадір түні өткізсе, яғни байқамай өткізсе хоримал хайр көріп бүкіл жақсылықтан қалды дейді. Бірақ бұл жердегі түсінік болу керек, таңын атып жүру керек, түнін емес. Біздікілер көбі түн өткізеді, таң уақытында ұйықтап қалады. Сондықтан біздегі қателік осы, ұйықтамауға тырысу керек және шама келгенше құлшылық, ибадат, жақсы амалмен болып, мына дұғалардың қабыл болатын кезде біз ана кішкене қол жетіп тоқтап қалады ғой. Қателік осы. Тоқтамай дұға қыла беру керек. Құрметті бауырлар, видеоға лайк басып, пікір қалдырып, және достарыңызбен бөліссеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Сіздер үшін 1-2 секунд, ал біз үшін үлкен мотивация. Хадисте келгендей, кімде-кім жақсылық жасауға жол көрсетсе, сол жақсылықты жасаушы адамның сауабындай сауап алады. Құдай қаласа, каналымызда көптеген пайдалы және қызықты видеолар шығатын болады. Авторлық роликтерімізбен қатар еліміздің белді уағызшылары Ерлан Ақатаев, Жарқын Мырзатай, Абдуғаппар Сманов, Хафизулла және тағы басқа ағаларымыздың үздік уағыздары шығып тұратын болады. Бізбен бірге болыңыздар, ал біз жалғастырайық. Bir dua деген bir kitap оқып келіп қайта шай ішіп отырып дұға қыла беру. Періштелер қасыңызда тұрған әумин десе, ісіңіздің бәрі оңға шығады. Сол үшін тағдырлы түндеріңізде тағдырға әсер ететін көп жақсы амал істеу керек. Нақты қай күн? Нақты мына егер оны айтқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқанда, біздің қазақ басқа күн әуре болмайтын еді, құлшылық жасап, не алды басқа күн. Тура сол күні 84 жыл сауап тауып, план бітті деп жата беретін еді келесі қадір түнде дейді. Сондықтан біраз терлеу керек. Мысалы, кошелек ұстасақ біз, кошелектің бірінші бетіне майда ақша қоямыз, содан кейін орта купюрада долларлардың бәрін арырақ тығамыз. Құдай сол сияқты ғой. Сондықтан Алла да кішкене жасырды, пенде тырыссын, іздесін, кішкене қассын, еңбектесін, тер төксін деген әңгімеде. Сондықтан Алла жасырып қойды. Яғни бүгінде қадір түні бұл қалу мүмкін. Соңғы күн осы оразаның 15 күнінен төмен қарай кете береді. Мынау күн ба, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям соңғы күндік жақындағанда әйелін тұрғызып тұрып, бұл ұйықтайтын түндер емес деп айтқан екен. Біз сондай түндер ұйықтайтын түндер емес деп. Мүмкін күндіздері бірер сағат демалып алып, түндері құлшылықпен, әсіресе таңдары құлшылықпен өткізуге тырысу керек. Қадір түнде жаңа біздікілер аспанды қарап, жаңа бір нәрсе жыбыр етті ме, тыр етті ме, аспаннан бір сызықтар пайда болады сол күні. Сол күні айтады бір нәрсе келеді. Қыдыр ата, Қыдыр апашка деген персонаждар жоқ, ешкімді күтудің керегі жоқ. Бірақ қана кейбіреулер терезені ашып қояды екен, одан кейін жаңағы шекер қояды, одан кейін тамақ дастархан жайып винегрет істеп, біреу айтады, біреу келеді деп естігенде заправкада жұмыс істеймін дейді. Соны түнде қарасам түнгі сағат 2:30-да ит келді дейді. Соны Қыдыр ата дейді, ол қашады дейді, жаңа ит ары қарай артынан қуалаймын дейді. Сондай деп әбден бір қиналып едім дегені. Ондай істеуге болмайды, ешкім келмейді, ешкімді күтпеу керек. Егер кімде-кім күтсе, көзіне елестеніп, адам адасып кету қаупі бар. Бұл түн біреуді күтіп, бұл есеп айырысатын күн емес, расчет жасайтын. Мен отырам, сен отыру үшін маған мынау керек, мынауын келу керек, қадір келу керек, нәрсе керек жоқ. Бұл тек қана құлшылық түні болды. Мәселе осы. Бауырлар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге Аллах разы болсын. Арнамыздағы басқа да роликтерге мән беріп көрсеңіздер. Назарларыңызға рахмет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.